Ыбырай атамыздың өлеңінен бастағымыз келіп отыр. Я бастаймын. Кәнекей айтамыз. 1, 2, 3. Бүгін біз көңілге не тоқимыз? Не тоқимыз? Айтып жіберші, көңілге не тоқимыз? Есептер мен сандарды оқимыз. Жарайсың. Шам бала, бұл сенің білімің. Шырақ жағу бұл. Ол білгеніңді досыңа үйрету. Түсінікті ғой. Енді балалар, бізді білімді болу үшін 5 асыл істі сендерге не істеу керек деді? Білу керек деді, соны орындау керек деді. Олай болса, енді сол 5 істі саусақпен санап, айтып, жіберейге, қанекей, дайынбыз ба? 10 қолымызды көтереміз барлығымыз, ал дайын болса, бастаймыз. Талап! Есепті шығармай қалқанамыз. Егер қалқалықты жеңемін. Терең ой, логикалық ойларым. Қанағат! Жарайсыңдар, Ыбырай атамыз сендерді, яғни бізді оқуға шақырса, ал Абай атамыз осы 5 асыл істі біздің бойымызға жиналды. Не істеді? Соны жинап, ойларға бар білімді алыңдар деді, я. Жақсы, олай болса енді балалар, біз бүгінгі математика сабағында осы 5 асыл істі бойымызға сіңіріп, сабақта орындауға дайынбыз ба? Дайын. Жақсы. Дайын болсаңдар, олай болса балалар, қазір орнымыздан тұрып, біз топқа бөлінеміз. Жасабалар, біздің сабаққа байланысты, я. Бір-бір оқушыдан шығарып, қазір отыра қойыңдар. Бір-бір оқушыдан басып, өзіміздің қандай екенімізді білеміз, я. Кәні кім шығады? Келе ғой, Ибрахим, кел. Келген бас. Өте қандай ертең оқыдың ба? Өте еңбек қорысың. Жақсы. Раяна. Тездетеміз. Сен жеңімпазсың, я? Келесі, ары қарай тездетеміз. Айна. Келесі, Раяна, келесі. Сен ерекшесің дейді, я? Сен жеңімпазсың. Келе ғой. Тез жүгір. Өте зерексің. Келесі, Абзал. Сен жүйріксің дегенді бастың. Сен алғырсың. Сендер ерекшесің. Сен нағыз жұлдызсың. Өте батылсың. Сен тапқырсың. Сен дарындысың, сен кереметсің. Яғни балаларының барлықтарының бойларында осы қасиет бар, я. Сабақты балалар, қазір топқа бөліп орындаған кезде, әр уақытта бір-бірімізді бағалаған кезде әділ болыңдар. Одан кейін жауапкершілікпен берілген тапсырмаларды орындаңдар. Өз-өздеріңді бағалайтын кезде де адал, әділ бағалайтын болыңдар. Келесі, енді қазір біз балалар орнымыздан тұрып, сендермен топқа бөлінеміз. Келеміз менің қасыма. Қазір топқа бөлінеміз, беріп келеміз. Қазір тұрамыз. Мен бірді санаған кезде, қасыма 1-2-3 деп санамақы топқа бөлінеміз. Қазір домалақ шеңбер тұрайық. Не арқылы бөліну керек емес топқа. Домалақ шеңбер тұрамыз. Болған сандар бірінші топқа барады, 2 болған сандар екінші топқа барады, 3 болған сандар үшінші топқа барады. Келістік па? Ал, санаймыз. Бірінші топқа барады, 2. Екінші топ, 3. 3, үшінші топ. Қайттан 1. 2. Әрқайсымыз өз дәптер кітаптарымызды алып, топқа бөлініп отырамыз. Бағалау 1-ден 10-ға дейінгі бағалау сағаларымен оқулық кітап әдісімен жүргізіледі. Келесі, неге балалар қандай тапсырма берді
Efendim Beysultan? 56. bet numara 8. 56 bеттегі номері 8. Барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Қазір тексеріп шығамыз. Қолымызға қаламды аламыз. Қалай тексеріп келетінін өздеріңіз білесіздер, иә? Ал. Дұрыс болған балалар. Арнатке дұрыс екен. Кәдімгідей. Келесі балалар біз өткен сабақ бойынша еске түсіреміз. Қазір біз тапсырмалар беріледі, сол тапсырмаларға жауап береміз. Бірінші тапсырма дайынбыз ба? Сұрақты оқимыз. Бұл жерде сипаттама берілген. Сендер сол сипаттама арқылы жауабын табасыңдар. Ал бірінші оқимыз. Бұл геометриялық фигураның барлық қабырғаларының қосындысы. Не болады? Периметр дейді, дұрыс па? Бұл геометриялық дұрыс барлық фигураның қабырғасының қосындысы. Ол периметр дұрыс. Келесі. Фигураның бетінің өлшемі оны латынның ес әрпінен белгілейміз. Аудан. Ең қол көтереміз, отырып жауап бермейміз. Аудан. Дұрыс айтасыңдар. Келесі, қарсы жатқан қабырғалары тең және барлық бұрыштары тік болатын фигура. Ол қандай фигура? Қарсы жатқан қабырғалары тең барлық фигуралар тең. Қандай болады? Кәмі, Амина. Шаршыма, азап. Тік төртбұрыш. Дұрыс айтады. Тік төртбұрыш екен бұл. Қарасыңдаршы, қарсы жатқан қабырғалары тең. Бұрыштары қандай болады? Тік бұрышты болады, бұрыштары тік болады. Ол яғни тік төртбұрыш екен. Келесі. Құрамында әріппен белгіленген белгісіз саны бар теңдік. Не ол? Құрамында. Айтамыз не ол? Теңдеу. Айтпаймыз, өз айтады. Теңдеу. Жақсы, ары қарай кеттік. Барлық жақтары шаршы болып келетін кеңістік фигурасы. Барлық жақтары шаршы болып келетін кеңістік фигурасы. Не екен ол? Амира. Шаршыма. Барлық жақтары шаршы болып келетін кеңістік фигура. Бексұлтан. Текше. Дұрыс айтасың. Келесі. Бұл бөлу амалының нәтижесі. Не ол? Кім айтады? Бөлу амалының нәтижесі. Ибрахим. Жақсы, бір жауабын айтайын. Сен бөлудің командасын айтып. Бөлінгіштің мәні ма? Бөліндінің мәні деп айтамыз. Естен шығармаймыз. Ал жақсы. Келесі. Ал енді балалар біз қазір сендермен оқулықпен жұмыс жасаймыз, иә? Енді оқулықтарына назар аударыңдар. Тақтада кімді көріп тұрсыңдар? Танымыз ба? Кім ол? Қол көтереміз. Ал айта ғой, Нұрсая. Ахмет Байтұрсынұлы, иә? Ахмет Байтұрсынұлы кім? Шапберекет. Ағартушы. Жақсы. Бұл балаларға не шығарған, не жазды балаларға? Амина? Сөйлемейміз. Ал? Мектеп шығарды дейді. Мектеп шығармайды, мектепті ашады. Жоқ, ойланамыз тағы. Әліппе. Не істеді оқулығы? Дұрыс, қазақ балаларға арнап, иә? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді қазір балалар мына жерде 4 оқулық берілген, иә? Абай жолы романы, қазақша әліппе, тар жол, тайғақ кешу және Қартқожа. Енді осы жерде астындағы есепті тиімді тәсілмен ауызша есептеу арқылы орындап мәнін тапсаңдар, осы 4 оқулықтың авторын қай оқулықты Ахмет Байтұрсынұлы жазғанын білеміз. Кәдімгі есептеп жібереміз. Есептедік па? Кәдімге айтып береміз. Жіктеп тұрып, тиісті тәсілмен. Ал айта ғой. 400 қосу 160 бөлу 4 40. Тең 14. 14 болады ғой. Енді сен бірден жауабын айта салдың. Тиімді тәсілмен. 400-ді 40-қа бөлесін, қосасын 160-ды бөлесін 40-қа. Тең 14. 14 болады.
Олай болса мен байтұрсыновтың оқу құралы бізге арналған қандай екен? Қазақша әліпби екен, яғни 14. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді ары қарай балалардың сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыңдар? Қазір мынау қызды тыңдап алайық. Балалар, мына кітапта сендердің бүгінгі жаңа сабақтарың тұр екен. Өте қызықты сабақ болмақ. Мен қазір ғана қарап шықтым. Ал бүгінгі біздің сабағымыз қандай болмақ? Қызықты сабақ дейді. Не туралы өтеміз біз бүгін сабақта? Дұрыс, бүгінгі сабақта бөлу туралы өтеді екенбіз. Олай болса бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы міне разрядтан ақтамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу тақырыбын өтеді екенбіз, яғни бөлуге байланысты. Біз балалар бұның алдында сендермен екі таңбалы, үш таңбалы сандарды көбейтуден өтсек, бүгін міне енді бөлуді өтеміз, бізге байланысты. Сабақтың мақсаты екі таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолданасыңдар. Және екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуді үйренесіңдер. Енді бүгінгі сабаққа байланысты жаңа сабақты тыңдаймыз. Әдетпен бөлу белгісі бұрышқа таңдады. Бөлгішті жазып, қасынан бұрыштарды сызба сызылады. Бұрыштың жоғарғы жағына бөлгішті жазамыз, төменгі жағына бөліндінің мәнін жазамыз. Бөлгішті бірінші, екінші, тоғыз бөлгіштерге бөліп қарастырамыз. Бұл бөлетін сандар. 34 бөліп 2 мысалы бөлгіштерге бөліп қарастырамыз. Бұл барлық санды ол бөлгіштерге бөлгішке бөлетін сандар. 34 азайтамыз бір шығады. Біз көріп тұрған сан бөлгіштен кіші 4 бөлгіштеріміз. Ойланады. Келесі 58-ші беттегі 3-ші тапсырма бойынша қазір тақтаға орындаймыз. Тақтаға кім шығады? Конфет дайынбыз ба? Тақтаға шықпас бұрын балалар мына жердегі міндетті білім шамын көріп тұрсыңдар ма? Осы тапсырманы аласыңдар, артына қарайсыңдар, артында тапсырма берілген. Сол тапсырманы тақтаға жазамыз. Бөлудің немен тексереміз бөлуді? Көбейтумен. Яғни бөлу амалын орындап болғаннан кейін оны көбейтумен тексереміз. Ал кім шығады? Абзал келе ғой. Келесі Марат кел. Арнат кел. Қараймыз. Мына жаққа шығамыз да соны орындаймыз баған түрінде. Баған түрінде орындаймыз. Мына жаққа жазылды. Содан кейін не істейміз Абзал? 8. Қанша таңбалы сан? 84 2 таңбалы. Ондығы бірлігі. 10-дағы 8, бірлігі 4. Енді қазір нені бөліп аламыз ең бірінші? Ең бірінші 4-тен 2-ні бөлеміз. 4-тен 2-ні бөлеміз ба? 10-дығын 8-ді бөлеміз. Қайырамызды бөлеміз. 77. Жақсы. Не істедің? 77 қанша таңбалы сан? 2 таңбалы сан. Дұрыс. Бұл не деп аталады? Бөлім. Бөлінгіш, бөлгіш. Дұрыс. Не істейміз? Тексереміз. 4-тен бөлгіш 8 болады. Дұрыс. 8-ден 8 азайтсақ ма, бірақ оны жазбаймыз. Қасына Бірлікті. түсіреміз. 4-ті. Бірлікті. 4-ті 2-ге көбейтеміз. Бөлеміз. Бөлеміз. 2. Енді тыныш. Тағы тексерумен жазбаңыздар ма? Марат тексерумен жазамыз. Арнап тексерумен. Азайту. 2, 4. Енді бұны немен тексереміз? Тексер. Баған түрінде. Марат баған түрінде тексереміз. Тамаша дұрыс. Түсініңдер, сабақ түсінікті болды ма? Жарайсың. Келесі тақым шарт. Бүгінгі күнді ақпанның 19-ы сынып жұмысы. 96 2 таңбалы сан. 10-дағы 9, бірлігі 6. Бөлгіш 3. Дұрыс. 9-ды қайырып аламыз.
9'dan. To'g'izdan 3'ta bo'lamiz. 9'da 3'ga bo'lasiz. Durust. Keyin 3. Aha. Aslida Endi ne isteymiz ki? tekshiramiz. 3'ta 3ga qo'yib ketganingizda 9. Aslida 9'ni yozamiz. Ya. Sen aslini chizamiz. Endi altini 3ga 9'dan 9'da azaytsak, 0. onu Uni yozmaymiz. Alt. Uni aslini chizamiz. Keyin 2. yazamız, yazaveramiz. Aslida altini yozamiz. Keyin 0. Aha. Ko'p bölümünü çekseydik. Tekshiramiz. 32ni Bag'am tizimga. 3ga ko'paytiramiz. 3'ta 2ga ko'paytirsak Jay, jay. 6. 3'ta 3ga ko'paytirsak 96. Durust. 96'ını 3'ge bölgen кезде Keyin 32 32 bo'ldi. Durust mu ekan desem? Ya. Durust. Jaraysin. Kelesi. Siz juftlik жұмыс жасаңыз, ya mana. Үшеуің bir жұп боласыңдар. Sen екеуің bir жұп, екеуің bir жұп. Жұптық тапсырманы орындаймын. Келесі. Екеуің bir жұп боласыңдар. Абзал. Жарайсыңдар. Болған жұптар. Бірінші топ. Бірінші топ. Толық бітпексіңдер. Екінші топ. Сендер же бірінші топ. Болдық па бәріміз? Бірінші мәнін оқып жіберейікші, бірінші топтан. Bir оқушы оқып жібере ғой, Абзал. Қанша болды? Дұрыс па? 69-ды 3-ге бөлген алда 23 дейді, дұрыс па? Дұрыс. Екіншісін оқып жібер. Марат. Дұрыс па? Дұрыс, я? Келесі, Абзал. 42 дейді. Келесі. Сендерге қанша болды? 55. 55 bölü 5 тең 11. Үшінші топ. Кімде жоқ, сол оқымаған тапсырмалар оқимыз. Бұл бар. Бар, болды. Сендер оқи ғой. Даусын шығар. 64 bölü 2 64 bölü 2 тең мәні? 64 bölü 2 тең 32. Мәні тең 32. Дұрыс па? Дұрыс деп қоямыз. Келесі екіншісін оқып жібер. Бексұлтан, екіншісін оқып жібер. Екіншісі 23 көбейтіліп 69 бөлінген 3 тең болады 23. Дұрыс па? Дұрыс па? Ал, дұрыс болса. Жеке жұмыс жасаған кезде бұл жерде дискриптивмен көрсетіліп қойған 3 тапсырма беріледі. 3 тапсырманың әр дұрыс бір тапсырмаға бір балдық жүйеден беріледі. Толық 10 балдық жүйемен қойылады. Соңында өздерің есептейсіңдер де, мына жердегі шаршының ішіне балын қоясыңдар. Орындап болғаннан кейін біз тақтамен тексереміз. Аты жөндеріңді міндетті түрде жазып қойыңдар. Жетті ма барлықтарына түгел, кімге жетпей қалды? Жетті ма Марат? Барлық жүйені белгілейміз, бағалаймын одан кейін.
жасаймыз. Болса, енді қазір тақтамен тексереміз. Бұл жерде балалар уақыт берілді. Мына жерде 8 балама шығарып қойды. Енді қалғандарын деңгейлік тапсырмаға бойынша, деңгей бойынша берілген, бірінші, екінші, үшіншісі күрделіге, сол бойынша өздеріңді енді бағалайсыңдар. Міне, тексеріп, бағалап шығамыз. Мәнін тексереміз. Мына жерде, ал. Неден? Мәні 20 дұрыс теріс. Келесі тапсырма балалар, біз сендермен топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыс беріледі. Бұл есепті сендер қазір оқып, есептің шарты мен мәнін жазып орындайсыңдар. Бірінші топ. Екінші топ. Үшінші топ. Үшінші топтар. Келесі. Қалғанымыз тыныш отырып тыңдаймыз. Бері тыңдаймыз, бері қараймыз. Раяна. Қараймыз. Әр топ өзінің қорғаған айтақтарын. Бірінші, жолаушылар пойызындағы 3 вагонның әрқайсында 32 жолаушыдан, ал 2 вагонның әрқайсында 24 жолаушыдан бар. Пойызда барлығы қанша жолаушы бар? Ал есептің шартын оқимыз. Үшінші вагон 32. Тыңдаймыз. 24. Барлығы белгісіз. Шешімінде бірінші тәсіл. 32 көбейтеміз 3 тең 96. Екінші, одан кейін не істедік? Екінші тәсілде 24-ке көбейттік 2-ні 48. Бұл екінші тәсіл емес, сен бірінші тәсілін әлі айтып тұрсың. Міне сен бірінші тәсілі бойынша. Бірінші көбейтесің, екінші көбейтесің, екеуін не істейсің барлығын табу үшін. Қосасың, қанша болды? 144. Енді екінші тәсілін айт. 32 қосылған 24 жақсаның ішінде көбейту 3 тең 144. Көбейту 3 тең болады 144. Жауабы Барлығы 144 жолаушы бар. Жақсы. Келесі топ. Аудандағы балалар кітапханасына 2 қорап кітап әкелінді. Бірінші қорапта 24 кітап, екіншісінде 32 кітап бар. Барлық кітап әр сөреге 8-ден қойылды. Қанша сөреге кітап қойылды? Шартын оқимыз. Бірінші қорапта 24 кітап, екінші қорапта 32 кітап. Әр сөреге 8-ден қойылды белгісіз. Шешуі бірінші тәсілі 24 қосылған 32 тең 56, 56 бөлу 8 тең 7. Сонда жауап қанша болды? Қанша сөреге қойылды? 7. Екінші тәсілін оқимыз. Жақшаның ішінде 24 қосылған 32, жақшаның жабылды бөлу 8 тең. Мәні қанша болды? Қосынды бөлдің, 7 болды. Жауабында 7 сөреге кітап. 7 сөреге кітап қойылды. Дұрыс, жақсы. Келесі топ. Абайтану үйірмесіне қатысушыларға жаттау үшін Абай Құнанбаевтың 48 өлеңі абзал. 48 өлеңі және 36 қара сөзі берілді. Осы шығармалардың барлығы 4 топқа тең бөліп берді. Әр топ неше шығармадан жаттауы керек? Шартын оқимыз. Өлең 48, қара сөз 36 бөлді 4 топқа. Әр топ белгісіз шығармадан. Шешуі бірінші тәсілі. Жақшашылар 48 қосылған 36 жақша жабылды бөлу 4 тең 21. Екінші тәсілі 48 бөлу 4 тең 12, 36 бөлу 4 тең 9.
12 болса 9 сегіз шығады. Жауабы: әр топ 21 шығармадан жаттауы керек. Жауабы дұрыс иә. Балалар, жақсы. Отыра қойыңдар орындарыңа. Енді бірінші, екінші, үшінші, үш топтың да тапсырмасы дұрыс. Екі тәсілмен де шығардыңдар. Енді қазір осы топтар бойынша бағалап кетейін. Бағана әр топтан тапсырмаларды орындап, және сұрақтарға жауап беріп отырды. Бірінші топқа міне 3 тапсырма балл орындады. Қазір соңғысы бар, көреміз. Екінші топ бойынша да сұраққа қателесті. Екінші топтан да ғана. Содан кейін келесі үшінші топқа келетін болсақ, үшінші топта 3 тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап беріп отырды. Яғни сендер қазір 3 кітаптан міне жақсы. Келесі тапсырма әдіс арқылы қазір дұрыс жауабын табамыз. Қане, мына жерде балалар есепті шығарамыз. Дұрыс па, бұрыс па? Ал бірінші, екінші топтан асылым келіп бірінші отырамыз. Басамыз. Дұрыс екен, иә? Келесі тапсырма. Екінші топтан тағы да бір оқушы келеді. Келе ғой, олам, сен бүгін шыққан жоқсың, келші. Текшенің 8 жағы 18 қыры 6 төбесі болады. Дұрыс па, қате ма? Қате. Дұрыс. Текшенің қанша жағы бар? 6 жағы бар. Дұрыс. Бұл жерде қанша жағы деп қойған? Қанша төбесі болады? 8 төбесі болады. Дұрыс. Міне, екінші топқа тағы да бір кітап берілді. Келесі. Үшінші топ. Келесі. Үшінші топтан. Келе ғой. Айлин, сен бүктің бүгін шықпадың ғой ешқандай. Ал, дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс дейді, дұрыс па? Келсеңіз ба? Жақсы. Келесі осы топтан тағы да. Асылге шықтың. Аян, келе ғой. Бүгін шыққан жоқсың. Келесі. 95-ті 5-ке бөлеміз 19. Дұрыс па, бұрыс па? Ойлан. Дұрыс екен, е? Дұрыс. Міне, тағы да бір ұпайдан қосты. Келесі. 180 минут, 2 сағат 8 минут. Үшінші топтан. Келеміз. Кел. Қате ма, дұрыс па? Қате. Жауабын айтшы. 2 сағат 180 минут ойлан. 60 минут. 2 сағат 60 минут. 2 сағат 60 минут. 2 сағат 60 минутта қанша сағат бар? 180 минут бар, я? 60-60-тан 183 сағатта. 3 сағат болады мына жерде. Келесі. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша бағалап кететін болсам, Шақберекет жаңағы бірінші шығарған тапсырма мен өзім қарап шықтым, жарайсың, 10 балл. Содан кейін осы жерде бірінші деңгейлік тапсырманы барлығы шығарған, дұрыс болған. Аминанікі дұрыс болды. Амина 10 балл. Келесі, содан кейін мен қарап шыққан бойынша жоқ. Ықылас Раяна, сенде 10 балл болды. Келесі осы жерде шығарған Аймира, сенде 10 балл болды. Аймира, сенде 10 балл болды. Қыдырәлі, сен біреуін аяқталмай қалғасын, мен көрдім. Саған Қыдырәлі 8 балл қоямын. Жақсы болса бағаларыңды қойып шығамын. Мысалы, жинап алған тапсырмаларына байланысты. Енді ары қарай балалар, бүгінгі сабақ үйге берілген тапсырма балалар. 58-ші беттегі 7-ші тапсырма үйге беріледі. Кері байланысты жасаймыз қазір келіп. Міне, бүгінгі сабақты барлығын түсінсеңдер, барлығын түсіндім. Сұрақтарың болса, сұрағың барды басасыңдар. Сабаққа түсінбедім десеңдер, түсінбедім дегенді келіп бассаңдар болады. Қазір келеміз. Олай болса бүгінгі сабақ түсінесіңдер, осыған қалды, жиналып сыртқа шығамыз, топ-топтарымызға берсін.